Қайырлы күн қыздар. Бүгін голубцы дайындаймыз капустамен. Өте керемет күшті болып шығады. Менімен бірге болыңыздар. Каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Бізге ең алдымен капуста керек болады. Фарш, күріш, жуа, пияз, бұрыш пен тұз және бір жұмыртқа керек болады. Осылай бәрімен дайындап алдым. Капустамды ысы суға салып, жібітіп алдым. Бірінші фаршымызды дайындап, күрішімізді, жұмыртқамызды салып, пиязымызды салып, бәрін бір келкетіп араластырып аламыз. Енді капусталарымызды алып, ортасына фаршымызды салып, голубцымызды жасаймыз. Мен қалған фарштан теп-теге жасап тастап жатырмын, бірге голубцымен бірге. Вот осылай дайын болды барлығы. Енді майымызды газге қойып, пиязымызды салып, 2 столовая ложка томат салып қуырып аламыз. Томат салғаным көрінбей қалған. Вот осылай. Капусталарымызды саламыз. Осылай барлығын салып шығамыз.
кезек картошкамызды саламыз. Мен 4 штук картошка ашып салып жатырмын. Осылай бетін жауып 45 минутта пісіріп аламыз. Мен ешқандай су құймаймын, өзінің суы шығады. Осылай дайын болды, қыздар. Керемет, жасауға кеңес беремін. Каналға лайк басып, подписаться етуді ұмытпаңыздар.